Блок. Блок екі түрлі болады. Қозғалмайтын және қозғалатын. Бірінші, қозғалмайтын блок. Байқайтын болсаңыз, блоктың осы бекітілген, ол қозғалмайды. Блоктан асырылған жіптің екі ұшына F1 және F2 күші әсер етеді. Енді тепе-тең шарты бойынша F1 көбейтілген R тең болады F2 көбейтілген R. R-лер қысқаратын болсаңыз, F1 тең F2. Бұл дегеніміз, қозғалмайтын блок күштен ұтыс бермейді. Тек күштің әсер бағытын өзгертеді. Екіншісі, қозғалатын блок. Қозғалатын блокта байқасаңыз, жіптің бір ұшы бекітілетті, блоктан асырылып, екінші ұшынан F2 күш әсер етеді. Блоктың осы байқайтын болсаңыз, жоғары я төмен қозғала алады, және оған F1 күш әсер етеді. Енді тепе-тең шартынан F1 көбейтілген радиус тең F2 көбейтілген екеселенген радиус. Бұл F1 көбейтілген R тең F2 көбейтілген 2R. R-лерді қысқаратын болсаңыз, F1 тең екеселенген 2 F2. Бұл дегеніміз, қозғалатын блок күштен екесе ұтыс береді. Және күштің әсер бағытын өзгертеді.